Исраил Сапарбай, ақын, сазгер, драматург. Ильяс Жансүгіров пен Жамбыл Жабаев атындағы сыйлықтардың иегері. Түркі поэзиясы халықаралық фестивалінің лауреаты. Шымкент қаласының құрметті азаматы. Мен өзім Өзбекстанда туылғам. Өзбекстанның сонау Самарқан уәлиет дейді, облысы дейді, соны Қошарбат деген бір аудан бар. Мынау Самарқаннан 60 шақырым жерде, батыс жағында. Сол жерде өмірге келген екенмін. Ал енді өзіміз мынау ата тегіміз Түркістан топырағы, қасиетті кәдімгі Түркістан топырағынан ата тегіміздің өскен ата бабамыздың. Ал енді мынау неге сонау Түркістан бола тұрып, Самарқан жерінен қалай бірақ шықтыңыз деген кезде, бұл енді мынау тарихи адамның тарихына, тағдырына байланысты. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, соны 28-ші және 30-ші жылдар аралығында сұмдық аштық болған, нәубет дейміз ғой, аштық болған. Бұл тарихта бар. Сол жылдары шынымен өзі балапан басымен тұрымтай түсімен кеткен кездер болған. Мысалы, Түркістанда бола тұрып, бері қарап аусақ, мүмкін біздің әулет, біздің тұқым, біздің ауыл қала берді, қырылып қалар ма еді, жамбас болар ма еді. Мысалы, кейінгі бір осы Өзбекстаннан Қазақстан 30 жылдан кейін қайтып көшіп келіп, мынау өзіміздің туған топырағы Түркістан емес, мынау Мыздашөл жағына, Жетісай жағына келген кезде, мен сонда ауылда қалған жаңа үлкен кісілерден сұраймын ғой, мысалы. Сонда мынау бір ауылды, бір әулетті аман алып қалу үшін бір елдің ағасы бір ойлы азамат болды ғой, дуалы осы. Кім бізді бастап бар сол жаққа, мысалы. Деген кезде көпшілік жұрт айтады, мынау өздеріңізге белгілі қайраткер, қазақтың маңдайына берген арыстардың бірі Нәзір Төреқұловтың жаңа ұсынысы бойынша сол елдің ағалары, ақсақалдары сол кісі мынау жаңа Самарқан облысының барына жер дайындаған болу керек. Өйткені ол кісінің өзі тарихтан білесіздер, Қоқанда дүниеге келген. Сондықтан да сол кісінің ықпалымен барған көрінеміз. Солай көшіп жүргенде анасы Исраилға туу туралы куәлік ала қоймайды. Ол өзі кәмелетке толғанда үлкендердің сөзіне қарап отырып дүниеге келген уақытын 1941 жылға 15 мамыр деп көрсетеді. Ақын жанына жас кезден көктем жақын болғаны осыдан байқалады. Әкеміздің мен түрін түсін білмеймін. Мен сол 2-3 жас кезінде ол кісі дүниелік болған екен. Ең ғажап, ең бір қиын жері, сол мені дүниеге алып келген әкемнің, мысалы, мен түрін түсін, сурет жоқ үйде. Тым болмаса мен түсіме кірмейді. Өйткені санамда жоқ қой, түрін түсін білмеймін. Өйткені ол кісінің қабірі сонау жаңағы мен туған жерде, сонау жаңағы Самарқан уәлиетінде қалып қойды. Кейін бір есіміз жиып, жаңағы Жетісайға келгеннен кейін барып тұрып, әкеміздің қабірін іздеп, сол ауылды іздеп істеп бардық. Берекет бардық. Бірақ ауылда жоқ, қабірде жоқ, таба алмай, сонда мен кезінде өлең жазғам, әке қабірін іздеу деген, маған ол ауыр болды. Сені дүниеге алып келген әкеңнің не қабірі жоқ, не өзі жоқ, не сурет жоқ. Бірақ Құдайға шүкір, өмірінде 8 бала құрсақ көтерген анамыз, мысалы, 83 жасында қайтыс болды. Сол 8-ден 4-еу қалдық, 4 жігіт, 4 азамат қалдық. Сол анамыз, мысалы, Айтгүл деген анамыз, Айтгүл туылған болу керек. Міне бізді бағып, әкеде болған, анада болған сол кісі. Балалық ауыр жағдайда өтті. Анасы 4 баланы бағып қағу үшін колхозда жұмыс істеді. Таңертеңнен кешке дейін қолмен орақ орған. Балалары қарасу мен қарананнан басқа ештеңе татқан жоқ, бірақ соған шыдап өсті. Мен өте намысшыл адаммын. Өте намысшыл. Шында осы күнге дейін басыма сөз асыра алмаймын. Өйткені қаяна тосыннан кеп, көлденен кеп тиіскен сөзге, мысалы, бөстекке бір бөстек аяңға шынымен шыдай алмаймын. Өйткені кішкентай кезден бастап ол анамның тәрбиесі біреудің Алла жырын аттамау, өтірік сөйлемеу, жалған сөйлемеу, мысалы. Біреуге тиіспеу өзіңнен. Сондықтан да олар мектепте солай болды. Мектепте солай болды. Құдайға шүкір, жаңа мен сабақтан бір сыныптан пәннен 4 алып қалсам, өзім кешіре алмайтын тұғым. Мен балаға жылауға болады, мысалы, намыстан жылайтын тұғым әрбір тұсам. Соны 4-ті тезірек 5-ке түсуге тұрсам. Сол, мысалы, мектепте басталған, мысалы, сол жаңағы әдет, жаңағы намыс, кейін мынау институт оқыдым, пединститут. Онда да сол, мысалы, 4 алмай жаңағы үздік бітірдім, мысалы, дипломыммен. Осының барлығы, мысалы, мен ойлаймын, өзімнің өмірімнің алғашқы айқаста қатаң болғаннан кейін. Өмірмен қатаң, өмір саған қатал болғаннан кейін, сен де өмірмен қатал күресуің керек. Соның бәрі мына намысты, арды бойыма сондай қойған болу керек. Шынымен намысшылмын. Жетісай топырағына жеткен соң 1-ші сыныптан бастап 10-ші сыныпқа дейін талабы мен талантын байқатты.
Педагогика институтын үздік бітіріп, Шымкентте қызметте қалды. 15 жылдай тұрған осы қаланың құрметті азаматы атаға Шәмші Қалдаяқов, Мұхтар Шаханов пен Исраил Сапарбайға бір күнде берілуі тегін емес. Бұған дейін зауыт директорлары Шымкент қаласының құрметті азаматы атанса, енді сазгер Шәмші мен ақындар Мұхтар мен Исраилдің бұл атақты алғаны ғанибет болды. Қуаныш Төлеметов, қоғам қайраткері. Алматы 83 келдім дедім ғой. Содан жалын баспасына орналастым. Жалын бастар жастар баспасы еді ғой. Өйткені сол жалын баспасына менің алғаш кітабым шықты. Не деген, Аққу Арман деген. Сосын өзі баспа деген жақсы жұмыс қой шынымен. Енді ол кезде мысалы бұғына келіп ертең мысалы енді мен бәленбай жерді аударып тастадым деп айта алмаймын, бірақ дегенмен де анау баспа болған соң ол жаңағы ақынды таңдау, қолжазба таңдау дейді. Кімнің ақын екенін білуіміз керек. Көбінесе жаңағы таныстармен келіп өтіп жатады ғой. Сондағы мақсатым ең бірінші осы баспа орналасайын деп жалын баспасына орналастым. 4-5 жыл жұмыс істедім. Содан кейін жазушы баспасына орналастым. Екеуінде де поэзия бөлімінде редактордан бастап бөлім меңгерушісіне дейін жұмыс істедім. Ол жылдары баспалардан шығатын кітаптардың таралымы керемет еді. Романдар 50 мың данаға дейін барса, жыр кітаптары 10-15 мыңға жететін. Сол кітаптар сөрелерде шаң басып қалмай өтіп кететін. Мен баспада істеп жүрген кезімде, жазушы баспасында ма, жалын баспасында Сырбай Мәуленовтың Шуақ деген өлеңі шықты. Ал енді менің бұны әдейі алып отқан себебім Сырбай аға менің рухани әкем болды шынымен. Онекен Қасым Қайсенов екеуі мені қорғап жүрді жалмада. Пәле-жаладан деген сияқты да. Сонда мен кейде айтамын ғой, жаңағы өзім туған әкем түрінде түсінбеймін, бірақ менің рухани әкелерім осы кісілер болды. Кейін Исраилдің өзі жастардың жолын ашты, ағалық ақ тілегін айтты. Кезінде үлкендерден көрген өнегесі мен естіген өсиетін кейінгі буынның құлағына құйды. Әдебиеттің дамуы үшін дәл осындай көпір қызметі қажет. Ақын болған соң поэзияның басқасында жүру керек қой. Екінші ретте мысалы өзіңнің бір ақындық танымың, табиғатың қалыптасқаннан кейін кімнің өлеңі қандай екенін біліп отырасыз. Мысалы қазақ әдебиетінде жүрген кезінде мүмкіндігі болса жаңағы таным алаттырылады, талант таптырылады, жас болсын, жақсы өлең жырлауға күш салдым. Сол сияқты мына жалын баспасында да жазушыда талантты ақындардың кітабын шығаруға мүмкіндігінше өзім қолымнан. Өйткені өзім жоспарлаймын, өзім соны жаңағы іздеп табамын. Жалпы халықтың рухани өресі өсуіне 70-80 жылдарда қазақ поэзиясы қатты әсер етті. Сол толқынға Исраил да қосылған. Оған өзі тәубе етеді. Сезім қылын шерте білетін ақындардың арасында Исраилдің лирикасы ерекше орын алады. Біздің буын бозбала кезімізден қызыға тамсана оқыдық. Ғалым Жайлыбай, Қазақстан жазушылар одағының хатшысы. Бұл енді бәрімізге, жалпы өнер адамдарына, қаламгер, ақын, жазушыларға, бәрімізге тек қана қаламгер, жазушылар емес, бұл оқырмандарға да, көрермендерге, жұртшылыққа өте қасиетті, мекен қасиетті қара шаңырағымыз. Бұл енді тек қана бұнда жазушылар кіріп шығып жатқан жоқ. Осы вестибюльді көрсеңіздер, Жамбыл атамыздан бастап Абай, сосын осы шаңырақта кезінде Мұхтар Әуезов пен Ғабит Мүсірептер, Ғабит Мұстафиндер
осы шаңырақта кіріп шығып жүрген. Бұл қасиетті шаңырақ шын мәнінде. Рухты шаңырақ. Қазақ әдебиеті, қазақ өнерінің мынау алтын шаңырағы деп айтса болады. Өйткені біз осында кірер сәтте мына босағадан аттағанның өзінде бір қасиетті бір ішінде бір жайға мынау хан сарайына кіргендей боламыз. Бұл рухани біздің жан сарай деуге болады. Қазақстан жазушылар одағы қоғамдық пікірді жоғарыға жеткізе алатын бірден бір ұйым еді. Қаламгерлердің ел ішіндегі беделі жоғары болды. Біраз жыл баспаларда жұмыс істеп сылған Исраилді жазушылар одағының ең басты органы қазақ әдебиетіне қызметке алды. Енді өзіміздің халқымызбен, біздің руханиятымызбен бірге жасасып жатқан осы қазақ әдебиеті газетінде осыдан 10 шақты жыл бұрын тура осы кабинетті, осы бөлмеде, мына осы орында жаңа поэзия бөлім меңгеруші болып қызмет істегенбіз. Ол кезде әрине ондағы қызметкерлер әрқайсысы кәдімгі сен тұр мен атайын демесек те сайдың тасында азаматтар тұғын. Оның жаңағы осы қазақ әдебиетін өздеріңіз білесіздер, жаңағы қазағымыздың бүгінгі ақсақалы, белгілі жазушы Шерхан Мұртаза басқарып, соғыстың оң қолы Оралхан Бөкеевпен бірге жұмыс істедік. Газет 80-ші жылдар соңында қоғамның құбыланамасына айналды. Оқырман қазақ әдебиетін іздеп жүріп оқыды. Осыған үлес қосқанын Исраил Сапарбай мақтанышпен еске алады. Мына қарама-қарсында қазіргі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты белгілі ақынымыз, айтулы ақынымыз, адуынды ақынымыз Иранға екеуміз бірге отыратын тұғымыз. Екі ақынның бірге жарасып отырған қандай жақсы мысалы. Енді бұл бір тәтті еске алу әрине, бір жағы сағыныш, мына бөлме, мына отырған орнымыз шынымен адам қыстық көрінеді. Сол кезде мына жаңа қазақ әдебиеті газетінің жаңағы жауапты хатшысы дейді, жауапты хатшы деген шынымен атына сай. Осы материалдар шығып жатқан қазақ әдебиетін жарық көрген материалдарын оны қалай орналастыру керек, қалай жайғастыру керек, қалай жоспарлау керек, осының барлығы жауапты хатшының қолына кетіп жатыр. Ол мысалы ол тағы да белгілі ертерек кетіп қалған Тұтқабай Иманбет деген ағамыз болатын. Міне осындай жаңағы әңгіме, мысалы жаңағы мен өзім шынымен шерағаңнан да көп өнеге алдым. Ол кісінің мынау жұмысқа деген кездегі принциптілігі, табандылығы маған көп нәрсе. Әсіресе мына Иранбек екеумізге айтатын. Сендердің маған, сенің таланттарың, сенің ақындарың маған онша қажет емес. Мынау қазақ әдебиеті деген бұл газет, бұл журналистика ең бірінші. Сол журналистиканың жаңа мақалалар жазыңдар, сүбелі материалдар беріңдер, проблемалы материал көтеріңдер. Ақындарын халық біледі ғой онсыз да. Бірақ мына газеттің бірінші планда газетте жұмыс істеген соң бірінші планда журналистиканы жазу керек деп ылғи қатаң ескертіп отыратындығын. Қазақ әдебиеті апталығының кемінде бір беті поэзияға арналатын. Ал қазақта ақын көп. Жасы да, жасамысы да, атақтысы да, аты белгісізі де өз өлеңдерін газетке жолдайды. Соны сұрыптайтын Исраил біртіндеп қазақ поэзиясындағы кімнің кім екенін саралай алатын мықты маманға айналды. Өзі өлеңмен қатар драматургияны меңгеруге тырысты. Кейінгі жылдары Исраил Сапарбай екі өнер саласының әмбебап мықтысына айналды. Ол театр мен әдебиеттің қыр-сырын қапсыз меңгергенін әрдайым байқатып келеді. Қалихан Ысқақов, мемлекеттік сыйлықтың иегері. Көбінесе маған мына кездесулерде, жүздесулерде сұрақ береді. Сіз мысалы өзіңіз ақын есебінде әрине көктен салып біраз түскен жоқсыз, бір рухани тәрбиеші ұстаздар болған шығар. Соның бір-екеуін атасаңыз дейді. Ең бірінші әрине ол енді талас шығу оған. Мүмкін емес талас болуы Абайдың рухы. Мысалы менің мынау өзім жазу столымда, үйімде, кішкентай ғана бөлмемде, мысалы осы Абайдың томдарын, басқа өлеңдері. Өйткені ол маған керек. Күніге мысалы мақала жазар кезде, біреумен осындай сырласып сұхбаттасар кезде Абайдың өлеңі, мысалы Абайдың қара сөзі алдынан тұрады, аузымыздан шығады мысалы. Абай бізге айналып кеткен секілді. Әр ақынның, әр қаламгердің, әрбір азаматтың өнерге, мынау рухқа, әдебиетке қатысы бар азаматтың бойында Абай бар. Абайдың ұлылығы, Абайдың данышпандығы осы. Ал енді осында Абайдай болу, Абайдай ұлы болу біздің қолдан келді ме? Айғайдан келмейді. Өйткені ондай Абайлар, мысалы Әл-Фарабилер, Қожа Ахмет Яссауилер бұл заманда бірақ туады. Одан кейін туа ма, тумай ма? Бұл бірегей адамдар.
Абай атасы Исраил үшін өмірдегі шамшырақ болса, кеңес уақытында өмір сүрген ақындар арасында жанына Мұқағали жақын. Содан кейін өзі қосылған тегеурінді толқындағы достары ерекшеді. Әрқайсысы бір әлем болатын. Газет пен журнал баспаларда ол еш уақыт болмайды ақынға. Бірақ сөйте жүріп, жанталасып өлең жаздық. Жанталасып аламан бәйгеге қатысты мысалы. Талай-талай жарыстар болды. Өзінің қатарынан қалың келмейді. Ең құран бел ортасына жүрейін деген мақсат болды. Құдайға шүкір, міне осы өзімдегі ішкі дүние мақсатыма жеттім ғой деп ойлаймын. Мысалы, кейде ойлаймын да. Ана менің достарым жаңағы айттым ғой, жаңағы Жұматай, Кеңшілік, Тынышбайлар мысалы кімдер жаңағы жарасқандар. Кейде мен солар үшін өлең жазып жүрмей жүрген сияқты. Солар үшін өмір сүріп жүрген сияқты көремін. Өйткені олар маған өте ыстық. Менің Алматы келгендегі бетімді ашқан солар. Менің бір 3-4 жыл мектебім солар болды. Өйткені олар керемет ақындар. Мен ауылдан елден келдім ғой. Олар мен мойындадым. Мен келген кезде олардың 2-3 кітап шығып тұрған ең кемінде. Солардың қасында жүрдім. Ішсе іштім, жүрсе жүрдім, жесе жедім дегенде. Бірақ олардың маған қалдырып кеткен ізі. Ырғаласыңдар, елеусіз ескен жел келтіп. Мұңданасыңдар майысқақ тәнді тербелтіп. Шанхай нұрына шомылып шабдал шамдардың. Ағарасыңдар аулындай ағзам арманның. Дейсіңдер мәлде бізден де білгір қалхабар. Қайыңды өлкеден қалаға келген қалқалар. Тымырсық түнде тізіліп тыншып тұрмастан. Күндерің қайда сызылып сыңсып сырласқан. Қай тағдыр мұнда әкеле қойды қаңғытып. Шашадыңдар-ау шаншудай шумен шаң жұтып. Әттең, іштерінде бір-бір арыстан жатқан осы ақындар қазақтың аузы таңулы, аяғы тұсаулы заманда өмір сүрді. Солар тәуелсіздік жылдарында емін еркін жыр жазғанда болар еді. Өзі тәуелсіздікті өлеңмен қолдап қоймай, бірер жылдық қызметінде арнады. Қазақстанның көрші елдегі елшілігінде жұмыс істеді. Әлеуметтік саясат дейміз да, мысалы. Осыған біздің мына өнер адамдары көбірек қатысса, тіпті саясаттың өзіне қатысса. Ол енді сол саясат өкілінің бір мына елші ғой. Елдестірмек елшіден дейді, мысалы. Сонда мына өнер адамдары өте бай келеді, қазынасы, рухани қазынасы. Бір мемлекеттің арасындағы ол шекара, болса да шекара керек. Бірақ сол елдестірмек елшіден деген сол елшінің қызметі, мысалы мен Өзбекстанға мен өзім қалап бардым. Өйткені мен онда әкем жатыр. Менің туған жерім ол. Маған Қасым-Жомарт Тоқаев мысалы кезінде қай елге барасыз деп сөйледі. Батысқа ма, шығысқа ма? Сонда мен маған мына өзім көршім, өзбек ағайындарсам барсам сол маған жетеді. Өйткені мен Өзбекстанда туылғам, екінші реттен өзбек жұрты бізге ағайын туыстас, тұқымдаспыз, туыспыз мәнде. Үшіншіден ол елдің мен жаңа бүкіл табиғатын, менталитетін жақсы білемін. Өзбекшені жақсы білемін мысалы. Содан кейін өзбек жұртының психологиясын жақсы білемін. Маған жеңіл болады. Елшіліктегі кезінде қазақ пен өзбек халықтарының түпкі жақындығына ден қойды. Қазақтың белгілі тұлғаларының Ташкентте жемісті жұмыс істегенін тілге тиек етті. Екі халыққа да Әлихан Бөкейхановты, Ахмет Байтұрсыновты, Тұрар Рысқұловты, Нәзір Төреқұловты үлгі етті. Менің өзім кейде ойлаймын мысалда, мынау ақынның мынау шабыт үстінде, бір әсер үстінде, бір ғайыптан келетін бір құбылысының ішіне еніп кетіп, соның ішінде жүрген сәті менің бүкіл өмірімнің бір анда-санда бір келетін бір ілуде бір келетін бір қасиеті. Мысалы мен отыра қалып өлең жаздым десем ол өтірік болады. Мен мына ойлап отырып бір ән шығардым десем одан өтірік болады. Мен кейде өзім таң қаламын. Мысалы жақында бір кітап шығып қалады, Құдай қаласа. Соның бір бөлімінде тұтас өзім әндерім бердім, өзімнің әндерімді. Сөзді әнді өзімдік, сондай ақынның 100 ән деген. Бұны неге мен ақынның 100 ән деп атып қойдым? Өйткені менің өзім әзірше 100-ден аса ән шығардым. Ал енді қаншама мысалы ақын сазгер композиторлардың мысалы әндеріне сөз жаздым. Оны мен есептеп жүрген жоқпын. Өзімнің әнім 100-ден асып қалып, Құдайға шүкір. Осының бәрі неде? Мына бір 15-20 шақты өлең кітабын бердім. Драматургия сипатым. Осының бәріне мысалы бір ішкі бір не керек? Иммунитет, күш керек, қайрат керек. Оны мен қайдан аламын? Адамның күші мәңгілік емес, сол сарқылып қаласыз ғой кейде. Таусыласыз. Құдықтың суы да таусылады, теңізде таусылады мысалы берден. Бірақ мен өзім ойлаймын, осының барлығы бір Алланың құдіреті.
менің бойыма күш дәрін беріп отқан. Сосын мынау ән неге келеді, мен осы күнге дейін түсінбеймін. Өйткені мен әліп таяқ деп білмеймін, нота білмеймін, сауатым жоқ. Демек, Алланың маған бір берген ұлы сыйы, шарапат. Өлең де солай. Өлең жүрген жерде ән жүреді, ән жүрген жерде өлең жүреді. Алғаш мен ақын болсам, кейінгі жылдары Құдайға шүкір әнді шығарып жүрмін. Бірақ менің әнім деп кейде, мысалы, менің өлем деп кейде айта алмаймын. Бірақ Алла маған бір ұлы бір сый, шарапат беріп отыр. Сөйтіп, ақын Исраил жылдар жылжығанда сазгерлер қатарына қосылды. Оның әндері түрлі кештерде орындала бастады. Бұған бірнеше театрларда қойылған ауылдан келген ару, Әмір Темір, Абай Тоғжан, Сыған Серенада сияқты драмалық шығармаларын қосқанда нағыз 8 қырлы талант екенін танылады. Қайран менің, жүрегім, қайран менің. Таң алдында бұлбұлша сайрап едім. Қатията көз жазып қалып едім. Айта қойшы домбырам, қайдан келді? Исраил бірте-бірте өзіме ұқсап келеді, ақындық жағынан айтқанда. Ал құста қос қанат болса, онда 3 қанат бар. Өзі ақын, өзі сазгер, өзі драматург. Қадыр Мырзаәлі, Қазақстанның халық жазушысы. Мен жаңағы мынау хадистерді өзім аударып жүрмін, мысалы. Сосын мынау софр ілімге дәндеп жүрмін. Өзіміздің тарихымызда, өйткені ақын тек қана өлең жазумен шектелмеу керек. Ол ақынның дүниетанымы өте кең болу керек. Неғұрлым сіз көп білген сайын, сіздің шығармаңызда маңыз қойылына түсі мазмұны. Сонда мысалы, былай дейді, софрлығында айтады. Алла тағаланың дейді, 99 көркем есімі бар дейді. Сол 99 көркем есімнің біреуі халық дейді. Демек мен Алладан алып, өзім жүрегімнен өткізіп, қайтып халыққа береді екенмін. Халық деген Алланың бір есімі. Көрдіңіз бе? Сондықтан да менің жаңағы миссиям, менің функциям сол екен, мысалы, ақындық. Одан Алла тағала, ол тек қана мен емес, мысалы, Абайды солай таңдаған болу керек, Мұқағалиды солай, Қасымды солай таңдаған болу керек. Мыңнан біреу депті. Кім біледі, оның өмірі біледі ме? Мен мынау жалпы қазақ поэзиясына, қазақтың руханиятына қаншалықты үлес қостым, ол жағын мен білмеймін, қазір айта алмаймын. Оны уақыт көрсетеді. Оны мына халықтың жаңағы танымы, тағылымы көрсетеді деп есептеймін. Бірақ Құдайға шүкір, осы қазақ деген халықтың азаматы болған екен, ақыны болған екен, осы қазақтың тағдырына азаматшамен қатысса, мысалы. Кейде өлеңге сыймайтын, кейде өлеңге қимайтын дүниелер болады. Кейде адам өзіңді ішкі ашу ызаңды өлеңге бере алмайсың. Сондай кезде мына публицистикаға барамын, өткір мақалаға барамын, сұхбаттарға беремін, мысалы. Өйткені халықты ұлықтауымыз керек. Халықтан ұлықтасаң, ол сені Аллахыңа салады. Мен өлеңіммен, мысалы, рухани дүниемен, мысалы, халыққа әйтеуір осы халыққа жетсе екен, халықтың жоғын жоқтасам екен дейміз, мысалы. Ол данышпан да, дана да, ғұлама да халықтың перзенті ғой. Сондықтан да халық қалады, мысалы. Мен де бір өлең, бір пьеса жазғам. Мен енді өкінішке орай, театрлар әлі оны қоймай жатыр, себебін өзім білмеймін, махаббатпен ғадауат деп атырады. Сонда мына бүкіл лейтмотив пьесаның да былай өкіледі. Қар кетеді, жер қалады, хан кетеді, ел қалады дейді. Ол шындық қой шынымен. Оны менен бұрын айтып қойған әрбіріне соң. Бірақ шынымен де солай. Бәріміз өтеміз өмірден. Бірақ сол азды құпты берген өлшемді өмірде сол халыққа сене берді, өзің қазақ деген жұртына не бердің, мысалы? Не беруің керек еді, не жетпеді? Мен толық бәрін беремін деп айта алмаймын, бірақ өмірім болса әлі де беріп кетті. Қаншалықты өмір сүрсем, мен соншалықты халыққа қызмет етуім керек. Менің негізгі мынау шығармашылықта мақсатым, кредом осы мен үшін. Қайран күндер кешегі, сайран күндер кешегі, көрген түстей көңілден қалайша көшеді. Бақытыма баға
қыйдым, қимадым, қинадың, ау қинадың, гүл орнынан қайтейін, саған мен мұң сыйладым. Қарай бердің қиылай, қоштасудың қиынай, қиынай, қиынай.